31 қазан күні қала әкімі Еркебұлан Баяхметов жұмыс сапарымен 305-ші шоқының су тазарту құрылыстарында болды. Сапардың мақсаты осы нысанда жүріп жатқан қайта құру жұмыстарымен танысып шығу. 305-ші шоқының су тазарту құрылысының жөндеу жұмыстары сүзгі станциясын қайта жаңартуды, сорғы станциясын салуды, сондай-ақ трансформаторлық қосалқы станцияны жөндеуді жоспарлап отыр. Аталған нысанның тапсырыс берушісі Степногорск су болып табылады. Ал жұмыстарды АП «Импек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымы орындайды. Нысанды тексеру кезінде қала басшысы орындалған жұмыстардың сапасына қатысты ескертулер жасады. Нысандағы жұмысшылар саны аз болып, жұмыстар мерзімнен қалыс қалып жатса, төселген асфальт мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес емес. Жобаны іске асыру мерзімі 2017-2019 жылдар аралығы болып табылады. Кездесу соңында қала әкімі мердігер ұйымға нысанды кестеге сәйкес тапсыру бойынша, сондай-ақ аталған мәселелерді шешудің жолдарын қарастыруды тапсырды. Айта кетейік, жоба Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жүзеге асырылуда. Аталмыш жобаны іске асыру халықтың әл-ауқатын жақсартуға, қала тұрғындарын сапалы ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2018 жылы басталған 305-ші шоқының су тазарту құрылыстарын қайта жаңарту 2020 жылы аяқталуы тиіс.